театрға барыңыз, кітапханаға барыңыз, музейге барыңыз, көбіне күзетші кім? 60-қа тақақ қалған апалар, немесе 70-ке тақақ болған аталар. Олардың өзіне оқу күзетші керек қой негізінде. Сіздер күлесіздер, ертең ал, Құдай бетін ары қалсын, бір музейде, бір театрда ондай оқиға болмасына қайсыңыз кепілдік бересіздер? Ешкім бере алмайды ондай кепілдікті. Сондықтан мен министрдің орынбасарының айтқан сөзімен келіспеймін, әркім өзінше. Ең болмаса ортақ бір талап қоюға бола ма? Тым болмаса 30-дан асқан әйелдерді алуға болмайды деген күзет қызметіне енді. Ақылға қонбайтын нәрселер ғой енді. Екіншісі, жаңа қару-жарақ бойынша Ермат Сейітқазылының айтқанына қоса кететінім, біз қару-жарақ ұстаған, әсіресе күзет қызметінде кім беріп отырғанын, кім ұстап жүргенін білуге міндеттіміз және білу керекпіз. Атылмайтын мылтықтың өзі кем дегенде 10 адам шошып жүретін шамасы бар. Ал атылатын мылтық не істейтінін бір Құдай біледі. Сондықтан көп емес екен, рұқсаты бар, әрбір қару ұстаған адамды тіркеп отыру және оны қадағалап отыруға ішкі істер министрлігінің мүмкіндігі бар ма? Бұл екінші сұрағым. Рахмет. Бұл мәселе жұмыс тобында да талқыланды. Расымен қоғам тарапынан да бұған қатысты көп сын пікірлер айтылады. Әсіресе жаңағы мектеп балалар оқитын жерлерде, балабақшаларда. Бұл мектеп мысалы террористік жаңағы қауіп-қатер ол мүмкін мекемелерге жатқандықтан бұл жерде күзетшінің де әрқайсысының қызмет алгоритмі бар. Ол жерде күзетшінің негізгі міндеті шабуылды негіз қойтару емес бұл жерде. Бұл жерде тиісті органға жаңағы кнопканы, дабыл кнопкасын уақытылы басу және кезекті қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру. Ал енді жасына қатысты басқа талаптарды әр мекеме өзі жаңағы мемлекеттік сатып алу арқылы өз талаптарын ол жерге енгізе алады. Енді ал жаппай жасына шектеу қою, бұл азаматтардың төменгі жасы 19-дан басталады, негізі жоғарғы шектеу жасын енгізу, бұл азаматтардың конституциялық құқығына шектеу болады деген біз пікір алдық. Енді мынандай да, Ринат Рифқатұлы, мынандай да пікір алдық та, 75-тегі адамдардың да ішінде физикалық дайындығы жоғарылар болмасына кім кепіл деген жауапты сіз қойғаныңыз сияқты біз де қойдық, біз де сол жауапты алдық. Келесі сұраққа енді уәкілетті орган жауап береді деп ойлаймын.